Сәлеметсіздер нәрөздарым, қалдарың қалай? Бүгін біз сендермен 9 сыныптан молекулалық биология, яғни 10-шы бөлімін өтеміз. Молекулалық биология бұл көбінесе органикалық заттарды зерттейтін ғылым саласы. Бірақ осы тарауда біз ДНК-ны өтеміз. Неге ДНК? Себебі ДНК бізде органикалық зат, ол нуклеин қышқылынан тұрады. Сонымен қатар дезоксирибоза деген көмірсу қантынан тұрады, екеуінің қосындысы, иә. Сонымен қатар ДНК-ның өзі макромолекула. Бұл молекулалық биология. Ал енді бастайық. Егер сіз мені бірінші рет көріп отырсаңыздар, мен атым Еркәділ, осы YouTube каналының авторымын, және мен жалпы өзімнің нәрөздарымды, балапандарымды жалпы биологиядан УБТ-ға, БЖБ, ТЖБ тесттерге дайындаймын, және биологияны жеңіл түрмен түсіндіремін. Ал енді бастайық. Кстати, достар, видеоны алда міндетті түрде YouTube каналға, және менің басқа Instagram мен Telegram каналдарыма, немесе аккаунттарыма, немесе парақшаларына тіркеліп алыңдар, подписка жасаңдар, себебі өте көп пайдалы ақпарат бар. Ал бастайық. Жалпы нуклеин қышқыл дегеніміз бұл органикалық зат. Ол полимер, ал оның мономері нуклеотид. Ол нуклеотид деген заттардан тұрады. Сонымен қатар нуклеин қышқылы бізде ретсіз биополимер. Біз айттық қой, ретсіз полимерлерге бізде нәрөз бен нуклеин қышқыл жатады, себебі олардың құрылысы рет-ретімен емес, тұрақсыз. Еще оларда көміртек, сутек пен оттектен басқа оларда азот бар, оларда фосфор бар. Көмірсу мен майда ондай жоқ мысалы. Сол үшін олар ретсіз биополимерлер. Бұл органикалық зат. Және нуклеин қышқылы бізде ДНК мен РНК болып бөлінеді. Сендер енді 7-8 сыныпты қарап, осы екеуінің айырмашылығын түсінесіңдер деп ойлаймын, иә? Жақсы, ал енді нуклеотид деген не? Не деген мономер ол? Нуклеотид бұл нуклеин қышқылының мономері, түсінікті. Ол ДНК-ның суретін алсақ, ДНК-ның бір сатысы, бір қабаты. Ол 3 заттан тұрады. Біріншісі азотты негіз, азоттан тұратын негіздер. Екіншісі пентоза. Пентоза бұл 5 көміртекті моносахарид. Көмірсу ғой, қарапайым. 5 көміртектен тұрады. Пентоза деп аталады. Үшіншісі фосфор қышқылының қалдығы, немесе фосфат. Енді әрқайсысын жеке бөлейік. Жалпы азотты негіз 2-ге бөлінеді. Бұл азоттан тұратын негіздер. Олар бізде пуриндік, пиримидиндік. Суретке қарайық. Пиримидиндік бұл 1 сақинадан тұрады, ал пуриндік 2 сақина. Пиримидиндікке бізде урацил, цитозин және тимин жатады. Ал пуриндерге бізде жалпы аденин, гуанин. Достар, менде лайфхак бар. Қалай өзін жаттауға болады? Қараңдар. Пиримидин 1 сақина болса, значит оның сөзінде бір ғана N әріпі болады. Қараңдар, урацилда N жоқ, цитозинда 1 N, тиминда 1 N әріпі. Ал пуриндерде 2 сақина, яғни 2 N әріпі. Қараңдар, гуанин 2-ні, және аденинде 2-ні. Осы жаттаңдар. 2-ні болса 2 сақина, ол пурин. 1 N болса 1 сақина, бұл пиримидин. Мәне, болды. Осы жатталсаңдар болды. Пентоза бұл 5 көміртекті қант, моносахариді. Моносахарид бұл өте қарапайым қант, бір ғана сахаридтен тұрады. Көмірсу бұл, органикалық зат. Ол жалпы 2-ге бөлінеді. ДНК-да бізде дезоксирибоза деген қант болады. Д әрпімен басталады ғой. РНК-да рибоза деген қант болады. Жалпы ДНК-ның сөзін толығырақ ашсақ, дезоксирибо нуклеин қышқылы деп аталады. Көрдіңдер ме? Нуклеин қышқылы және дезоксирибозадан тұрады. Және дезоксирибоза мен рибозаның химиялық құрамы айырмашылығы тек қана біреу, ол оттек. Рибоза бізде С5H10O5, яғни 5 оттегі бар. Ал дезоксирибоза С5H10O4, яғни рибозада 1 оттекке көбірек, дезоксирибозаға қарағанда. Суреттері сендерде көрсетілген мына жерде. Ал фосфор қышқылының қалдығы бұл PO3, фосфат, химиядағы анион, қышқыл қалдығы. Так. Енді мен қазір ДНК-ның суретіне көрсем, бірақ оның алдында оның құрылымдарымен танысайық. Нуклеотид туралы айттық. Енді қараңдар, осы нуклеотидте 3 зат бар. Осы 3 зат бір-бірімен қалай байланысады, қалай бір-бірінен бөлініп кетпейді деген сұрақ болса, міне, нуклеотидтердің байланыстары 2-ге бөлінеді. Біріншісі ковалентті байланыс, немесе біз оны фосфодиэфирлі байланыс деп атаймыз. Ол пентозаны қантты фосфатпен қосып тұрады. Түсіндіңдер ме? Яғни фосфат және дезоксирибозаның бір-бірін қосып тұратын байланыс химиялық бізде фосфодиэфирлі. Яғни фосфор сөзінен уже түсінікті фосфат екені, Ол ковалентті байланыс деп аталады. Ковалентті полюсті байланыс деп атайды. Оның бірнеше атаулары бар, бірақ ол бір зат. Екіншісі сутекті байланыс қарапайым, ол азот негіздер. Азот негіздер бір-бірімен байланыс тұрады. Қалай? Неге именно бір-бірімен? Оны қазір айтамыз. Бұл комплементарлық ереже деп аталады, немесе комплементарлық заңы. Оны ашқан Чарграф. Сол үшін ол Чарграф ережесі заңы деп аталады.
Бұл азоттық негіздердің арасындағы тұрақты байланысты көрсететін заттар. Ереже бойынша аденин тең тимин, гуанин тең цитозин. Жалпы аденин әр қашан оған қарама-қарсы нуклеотидте тұратын тимин. Олар әр қашан бір-бірімен байланысады. Аденин ол бізге гуанинмен, цитозинмен байланыса алмайды, тек қана тиминмен. Осы ережені ашқан Чарграф. Ал гуанин тек қана цитозинмен бірге тұра алады. Түсінер ма? Бір-бірімен қазір суретте көрсем түсінесіңдер. Жалпы аденин тимин деп жаттағандар. Сонымен қатар үш критерий. Біріншісі, нуклеотидте оның қабаттарында осы аденин тек қана тиминмен тұрады, тимин тек аденинмен, гуанин тек цитозинмен, цитозин тек гуанинмен тұрады. Ол біріншісі. Екіншісі, олар бір-біріне тең, жайдан жай емес. Аденин үшеу болса, тимин үшеу болады. Аденин 500 нанометр болса, тимин 500 нанометр. Әрқашан өлшемдері барлығы бірдей, клондар сияқты. Бұл екінші критерий. Үшінші критерий бұл байланыс. Аденин мен тимин арасында сутектік байланыс болады ғой, осы азот негіздерінің арасында бір-бірімен қосатын. Аденин мен тимин арасында екі байланыс болады. Екі сутектік байланыс. Ал гуанин мен цитозин арасында үш сутектік байланыс. Сендерде есепте қолдану мүмкін, есепте сұрау мүмкін. Білмеймін, осы видеода есептер көрсетпеймін, бірақ мына шамаларды жаттап алыңдар. Осы үш затты. То, что олар бір-біріне тең, мысалы процентпен есеп тапқанда сендер табай аласыңдар, байланысқа қатысы болса көбейтіп табай аласыңдар, немесе жалпы орын алысу бойынша, мысалы суреттерде аденин тұрады, қасындағы зат жоқ. Кім тұрады? Тимин әрқашан қасында тұрады. Сурет болсын, есеп болсын, осы комплементарлық ережеге қарай жұмыс істейсіңдер. Жақсы ма? Енді қараңдар шамалар. Нуклеотидтің, яғни ДНК-ның бір қабаты бар ғой. Немесе нуклеотид дегенде азоттық негіздер деп атауға болады. Олардың арасындағы, азот негіздердің арасындағы, немесе нуклеотидтің өзі ұзындығы 0,34 нанометрге тең. 0,34 нанометр. Суретке қарағандар, суретте сендерде қараңдар, ДНК-ның бір қабаты, бір лесницасы. Ол нуклеотид деп аталады. Оның жалпы ұзындығы 0,34 нанометр. Және нуклеотидтердің арасындағы арақашықтық тоже 0,34 нанометрге тең. Мысалы сендерге айтады, 5 азоттың негіз берілген. И сендерге айтады, ұзындығы нешеге тең? Сендер 5-ті көбейтесіңдер 0,34-ге. Себебі әр азот негізінің арасындағы байланыс 0,34-ге тең. А сендерде 5 азотты байланыс болса, 5 арақашықтық бар. Сонда 5-ке көбейтесіңдер. Немесе жалпы ДНК-да мысалы 10 қабатын 10 нуклеотид болса, 10 этаж. Нуклеотидтердің ұзындығын тап десе, онда сендер 10-ды көбейтесіңдер 0,34-ге. Болды. Ал енді қараңдар. Мен жайдан жай 10 деп айтатқан жоқпын. Бізде қадам немесе орам деген бар. Оны тағы ген ұзындығы. Суретке қараңдар, 3,4 нанометр деп тұр. Міне, яғни 10 нуклеотид бір-бірімен қосып ДНК-ның үлкен бөлігін құрап қойса, ол қадам деп аталады. ДНК-ның қадамы немесе орамы деп аталады. Ал жалпы оны біз ген деп атаймыз. Генетикалық ақпараты бар ДНК-ның бөлігі. Және оның ұзындығы 3,4 нанометр. Логично. Егер ол 10 нуклеотидтен тұрса, әр нуклеотид 0,34 болса, онды көбейтеміз 0,34-ге 3,4 нанометр шығады. Есептер осыған да келуі мүмкін. Есептерді еске түсіріп, мына сандарды қой салып, санай аласыңдар болды. Ал ДНК-ның ені, біз ұзындықтар туралы айтсақ, ДНК-ның ені 2 нанометр. Оған да есеп келуі мүмкін. Мен бір күні жалпы есептер шығарамын, осыған қатысты, жалпы генетика есептер шығарамын. Осы екеуі жеткілікті. Себебі қалғандарын сендер логикамен шығара аласыңдар деп ойлаймын. Болды. Міне біздің далғажаны сурет. Қараңдар, суретте бізде түрлі түсті А, Т, Г, Ц, Т, А, Г, Ц. Ц, Г. Қараңдар, аденин қасында кім тұр? Тимин. Комплементарий ереже. И және қараңдар, екеуінің арасында екі сутекті байланыс. Ал гуанин мен цитозин бірге тұр, бір нуклеотидте. Ол 3 байланыстан тұрады. Көрдіңдер ме? Енді қараңдар, бізде қараңдар, 5 бұрышты куб тұрған бұл пентоза, көмірсутек, дезоксирибоза. А қызыл домалақ бұл фосфат. Екеуін бір-бірімен қосып тұр, арасында фосфодиэфирлі байланыс тұр. Ал екі азот негіздер сызықпенмен, екі сызық, үш сызық бұл сутектік байланыс. Дұрыс қой? Так, бұл ДНК-ның молекулалық суреті. Және бір сызығы, бір қабаты нуклеотид деп аталады. Шиыршық қадамы, ДНК-ның орамы бұл әр қадам 10 нуклеотидке тең, 3,4 нанометр айттық. Так, енді қараңдар, хромосома өзі жалпы хроматиннен тұрады. Хроматин бұл нәруыздің түрі. Хромосома ішіндегі хроматин. Осы хроматин екі заттан тұрады. Нәруыздан, оны гистон деп атаймыз, және ДНК. Жалпы хромосома бізде хроматиннен тұрады, а хроматин өзі бөлінеді. Бір бөлігі ДНК,
яғни нуклеин қышқылы көбеюге қатысатын, кететін нуклеотидтермен бөлінетін. Басқа бір бөлігі бізде жалпы нәруыз, қарапайым нәруыз. Хроматин өзі нәруыз, ол күрделі нәруыз, бірақ хроматин бізде қарапайым нәруыздан гистоннан тұрады. Жалпы гистон деген нәруыз. Және гистон қарама қарсы түрі бар, гистонды емес, ол да бөлінеді, бұл хромосоманың ішіндегі құрамы, то есть. Мына кестеде сендер жалпы ДНК мен РНК-ның айырмашылығы берілген. Көмірсутектер айттық, РНК-да рибоза, ДНК-да дезоксирибоза. Және қараңдар, біз сендермен айтпағандай, жалпы қараңдар, РНК-да бүкіл азот негіздер бар, бірақ қараңдар, тимин болмайды. Тиминнің орнында урацил болады. Біз 7-ші сыныпта айтқанбыз. Ал ДНК-да урацил болмайды, оның орнына тимин болады. Келесі, ДНК бізде 2 тізбектен тұрады, спираль тәрізді, ал РНК 1 тізбектен, ол білеміз. Сутекті байланыс РНК-да жоқ, себебі бір ғана сызық, ал ДНК-да бар. Комплементарлық ереже сақталады ДНК-да, себебі 2 жағында азот негіздер бар, ал РНК-да жоқ, себебі бір ғана тізбектен тұрады. Орын алған орны жалпы ДНК бізде ядрода, хромосомада орын алсады, себебі көбею атқарады. РНК көбею қызметін атқармайды, ол бізде цитоплазмада, митохондрияда, рибосомаларда болады. Тіршілік ететін типтер ДНК тек қана бір ғана түрі бар, көбеюге қатысатын. Ал РНК көбеюге қатыспайды, оның 3 түрі бар. РНК бұл бізде ақпаратты сақтайды. РНК бізде рибосомалық РНК, яғни рибосома қызмет атқарады. ТРНК бұл транспорттық РНК, заттарды тасымалдайды. Енді қарай, ұзындығы, жалпы ДНК бізде өте ұзын. Оның ұзындығы, шатаспастан, ДНК-ның ұзындығы жалпы экватордың ұзындығына тең екен. Сендер ДНК-ны алып, экваторды бірлеп орап аласыңдар екен. Ойлаңдар, капец, өте ұзын. Бізде экватор ұзындығы нешеге тең, мен география кішкене нашар білем, 5000 километр ма, 3000 километр ма, соның арасында ойлаңдар қаншалықты ұзын ДНК. Бірақ ол молекула болғандықтан көзге көрінбейді денеде. Хорошо. Ал РНК өте қысқа. Атқаратын қызметі ДНК бізде тұқым қуалау ақпаратын сақтайды, себебі оның бөлігі ген, тұқым қуалайды, ұрпақ қалдырады, көбеюге қатысады. Ал РНК бізде нәруыз биосинтезін атқарады, болды. Молекула тұрақтылығы туралы айтсақ, ДНК әрқашан тұрақты, ал РНК өзгере береді. Оның пішіні өзгереді, оның сырты өзгереді, ол өзінің басқа түрлеріне өзгереді. Мысалы, РНК ТРНК-ға өзгеріп кетуі мүмкін. Жалпы биосинтез кезінде ДНК РНК-ға айналады, РНК бізде нәруызға айналады. Ол рибосоманың қызметі, біз оны өтеміз әлі. Молекула, енді өздігінен көшірмеу, ДНК-да бізде репликация қызметі бар, 2 еселенеді, яғни 1 ДНК 2 ДНК-ға айналып кетеді. Бұл репликация. Ал РНК-да ондай жоқ. Енді айырмашылығын түсінді деп ойлайсыңдар. Деп ойлаймын да. Ал жалпы рахмет назарларыңызға, сәттілік тілеймін. Тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Есептерді алдыңғы күндері шығарам деп ойлаймын. Алла қаласа. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыз, сәттілік.